Натуропатия маманы Виталий Островскийдің видеоларынан аударма ұсынамын. Асқазанға ем. Қош келдіңіздер каналыма. Қазіргі кезде асқазан ауруы өте көп. Себеп салдарлары: уақытылы тамақ ішпеу, көше тамақтарын жиі салу, шамадан тыс көп жеу, дәрі-дәрмектерді ұзақ уақыт қолдану, газды сусындар, ащы қуырылған тағамдар тұтыну. Осының барлығы асқазан ауруына алып келеді. Асқазанның сыйымдылығы бары жоғы жұдырықтай ғана. Шамадан тыс көп тамақтану арқылы асқазанды түрлі жағдайларға ұшыратамыз. Мысалы, созылып кетуі, ас қорыта алмауы, газдануы, сонан соң гастрит, язва аурулары, түрлі аурулары пайда болады. Асқазан ауруларына ем қолданғанда алдымен чистотел тұнбасын ішу керек. Чистотелде күміс болғандықтан бактерияларды жояды. Чистотелдің бір шай қасығын бір стакан ыстық суға бұқтырып, сонан соң сүзіп ішу керек. Бір күнде 3 рет ішуге болады. Осылай 45 күн жалғастыруға болады. Чистотел тұнбасын ішкеннен соң іші қызыл картопты майда теркадан өткеріп, таңертең аш қарынға жұту қажет. 1 сағаттан соң тамақтану керек. Ем кезінде буға піскен картопты, ақ күрішті, ақ нан пайдалануға болмайды. Тек езіп дайындалған гречка, овсянка жеу керек. Онда да сұйық түрінде болуы қажет. Және сүт өнімдері, қант өнімдері қосылмауы керек. Қайнатылған картоп жегенде саңырауқұлақ көбейіп кетеді. Баклажанды жұмсақ болғандықтан жеуге болады. Осы картошканы шикі күйінше теркадан өткеріп, ұзақ мезгіл аурудан тұра алмай жатып қалған адамның жанбасы тесілген кезде қолданса, 3-4 күнде еттері жазылып, ойылған жері қайта орнына келеді. Картошканың осы қасиетін 1955 жылы Чехословакия ғалымы дүние жүзіндегі өсімдіктерді зерттеп, картошка өсіруші, көбейтуші, орнына келтіруші деген тұжырым шығарған. Тек шикі күйінде қолданғанда тықандарды орнына қояды. Тәжірибелерден күйген адамға шикі картопты жапсырып қойғанда ем болғаны белгілі. Енді бет күтіміне келетін болсақ, адамның бет жүзі денсаулығының айнасы. Бет жүзі таза болуы үшін асқазан ішек жолдары, қан құрамы, паразиттерден, түрлі аурулардан таза болуы керек. Осыларға қосымша бет күтіміне пайдасы зор тәсілді айта өтейін. Шикі картопты теркадан өткеріп, бетке маска жасау керек. Жақсы көмек береді, себебі картоптың өсіруші, көбейтуші қасиеттері бар. Бет жүзіміз жасара бастайды, әжімдер кете бастайды. Ем болсын, дәрігеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыз. Ақпараттар пайдалы болса, арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Егер қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, сонан соң все деген түймешесін бассаңыздар, жаңадан шыққан видеолар туралы сіздерге ескертпе барып тұратын болады. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Егер өздеріңіз осы картошканы, осы гевиасил емдерін қолданған болсаңыздар, төменге комментарий түрінде жазып кетсеңіздер екен. Мен қызыл картошканы асқазаным ауырғанда қолданып, ем тапқан болатынмын.